Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мемлекеттік қызметке түсу тәртібі туралы толығырақ ақпарат беріп өтетін боламын. Бізге күнделікті негізде өте көп сұрақтар келіп түседі. Мемлекеттік қызметке іріктеу тәртібі үнемі жетілдіріліп отырады. Оған тұрақты негізде кейбір өзгерістер енгізіліп отырады. Бұл өзгерістердің мақсаты бұл жүйені одан әрі жетілдіру. Соңғы өзгерістер жүйеге ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап енгізілді. Осы өзгерістерге сәйкес жаңа іріктеу тәртібін сіздерге бүгін түсіндіріп өтетін боламын. Егер видеоны көріп болғаннан кейін сұрақтарыңыз қалатын болса, осы бейнежазбаның астына сұрақтарыңызды комментарий ретінде қалдыра аласыздар. Сонымен іріктеу қазіргі уақытта бұрынғыдай сол e-қызмет gov.kz порталында іске асырылады. Порталды қолдану үшін, яғни іріктеуге қатысу үшін кандидаттар ең алдымен өздерінің техникалық жағдайын қамтамасыз етеді. Ол міндетті түрде бөлек бөлме немесе кабинет, бөгде адамдардың болмауын қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар компьютер, ноутбук, веб-камера, компьютер немесе ноутбук, веб-камера, микрофон, смартфон және қажетті жылдамдығы бар интернет, кемінде 5 мегабайт. Сонымен қатар тиісті жарықтандыру деңгейі болу қажет. Яғни қараңғы кабинетте, қараңғы бөлмеде отыруға болмайды. Тестілеу рәсімдерінен, жалпы іріктеу кезеңдерінен өту кезінде кандидаттар бірнеше талаптарды сақтау керек. Мысалы, өзін жаңағы басқа тұлғалармен алмастыруға тыйым салынады. Сонымен қатар іріктеу кезеңдерінен өтіп жатқан кезде орнын тастап кетуге болмайды. Экраннан теріс айналуға болмайды. Веб-камераны жауып тастауға, микрофонды өшіруге, телефонмен сөйлесуге, сұрақтарды дауыстап оқуға, бөгде бағдарламалық құрылымдарды пайдалануға, аудиогарнитураны пайдалануға, қосымша шпаргалка, тағы да басқа құралдарды қолдануға тыйым салынады. Жалпы алғанда, егер де кандидаттар осы іріктеу кезеңдерінен өту кезінде белгілі бір құқық бұзушылықтарға жол беретін болса, онда бірінші ретте кандидаттар конкурстарға қатысудан 1 айға шеттетіледі. Ал егер де қосымша қайталама түрде құқық бұзушылық орын алған жағдайда, онда конкурсқа қатысудан жарты жылға шеттетілуі мүмкін. Ең алдымен конкурсқа қатыспай тұрып, кандидаттар өздерінің жүйедегі түйіндемесін толтыру қажет. Түйіндеме толтыру өте маңызды, өйткені бұл түйіндеме сіздерге ертең тек қана конкурстық рәсімдерге жіберілуге ғана емес, сонымен қатар соңғы кезеңдерде, егер де кандидаттардың балдары бірдей болып жатқан жағдайда, жаңағы еңбек өтілінің білім деңгейінің ескерілуіне қарағанда түйіндеменің толтырылуы өте маңызды екенін ескертіп өткен жөн. Түйіндеме толтырған кезде кандидаттар ең алдымен міндетті түрде өздерінің білім туралы дипломдарын қосымшаларымен бірге жүктеуі керек. Яғни қосымшалары жоқ дипломдар жарамсыз болып танылады. Егер де дипломыңыздың қосымшасы болмаған жағдайда, сіз сол білім алған мекемеге жүгіне аласыз. Сонымен қатар түйіндемеге міндетті түрде еңбек жолыңызды растайтын құжаттарды, еңбек жолыңызды көрсету қажет. Құжаттарды жүктеген кезде мына еңбек кодексінің 35 бабына сәйкес еңбек жолыңызды растайтын құжаттардың бірін жүктей аласыз. Мысалы, еңбек кітапшасы, қызметтік тізім, зейнет ақы алу туралы анықтама, тағы басқа құжаттар өздеріңіздің еңбек жолдарыңызды растауға сәйкес растай алады. Түйіндемені толтырып болғаннан кейін іріктеуге қатыса аласыздар. Бірінші кезекте кандидаттар егер де мемлекеттік қызметші болып табылмайтын болса, онда олар Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін және заңнамасын білу бойынша тестілеуден өтуі тиіс. Тестілеу залында не болмаса e-қызмет gov.kz порталында өтуге болады. Тестілеу бағдарламасы өзгерген жоқ. Мемлекеттік тіл бойынша тестілеуге шекті мән берілмейді. Әрі қарай Қазақстан Республикасының Конституциясын, мемлекеттік қызметі туралы заңын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңын және әдеп кодексін қамтитын тестілеу бағдарламасын өту керек. Тестілеу 55 сұрақтан тұрады. Тестілеуден сәтті өту үшін кандидат кемінде 30 балл жинау керек. Соның ішінде әрбір заңнамалық акт бойынша кемінде 5 балдан жинау қажет. Егер де кандидат тиісті балды жинаған болса, оның нәтижесі алдымен прокторға жіберіледі. Егер де ешқандай құқық бұзушылық анықталмаса, онда кандидаттың жеке кабинетіне 1 жылға жарамды сертификат жіберіледі.
Егер де тестілеу нәтижесі бойынша тиісті балды жинай алмасаңыз, онда әрбір 3 күн сайын тестілеуді қайта тапсыруға болады. Ендігі кезекте жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеу кезеңі туралы айтып өтемін. Өздеріңізге белгілі болғандай, осыған дейін конкурстарға қатысу үшін ең алдымен заңды тапсырып, содан кейін конкурстарға өтінім білдіріп, әрі қарай жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өту керек еді. Ал 1 сәуірден бастап конкурстарға қатысу үшін ең алдымен жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеуден өту қажет. Яғни тестілеуді өтіп, содан кейін барып қана бос лауазымдарды таңдап конкурстарға қатысасыздар. Жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеу бағдарламасы ендігі кезекте 3 түрге 3 бағдарламаға бөлінеді. Бірінші бағдарлама ол басшылық лауазымдарға арналған. Яғни кез келген басшы болып табылатын басшылық лауазымдарға арналған. Бұл лауазымдарға яғни басшылық лауазымдарды иелену үшін сіздер бірінші кезекте осы бірінші бағдарламаны тапсыру керексіздер. Бұл бағдарлама кандидаттардың талдамалық ойлау, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, нәтижеге бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, жауапкершілік, қызметтік басқару сияқты қабілеттерін бағалауға бағытталған. Бұл бағдарлама барлығы 120 сұрақтан тұрады. Әр құзырет бойынша 12 сұрақтан. Шекті мән кемінде 30 балды құрайды. Оның ішінде әр құзырет бойынша 2,5 балды жинау керек. Тестілеуді орындауға жалпы алғанда 120 минут уақыт беріледі. Екінші бағдарлама басшылық емес және төменгі болып табылмайтын, яғни басшылық емес лауазымдарға арналған. Бұл бағдарлама кандидаттардың проактивтілік, коммуникативтілік, талдамалық ойлау, әдептілік, нәтижеге бағдарлануы, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, жауапкершілік сияқты қабілеттерін бағалауға бағытталған. Бағдарлама 84 сұрақтан тұрады, әрбір құзырет бойынша 12 сұрақтан. Шекті мән кемінде 20 балл, оның ішінде әр құзырет бойынша 2,5 балл. Тестілеуді орындауға 120 минут уақыт беріледі. Ал тестілеу бағдарламасының жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеудің 3-ші бағдарламасы ол жұмыс өтілін қажет етпейтін төменгі лауазымдарға арналған. Бұл бағдарлама кандидаттардың әлеуметтік интеллект, эмоционалдық интеллект, логикалық ойлау сияқты қабілеттерін бағалауға бағытталған. Барлығы 131 сұрақ, оның ішінде логикалық деңгейін айқындауға арналған тестілеуден проходной, яғни өту көрсеткіші кемінде 10 балды құрауы тиіс. Ал әлеуметтік интеллект немесе эмоционалдық интеллект бойынша ешқандай шекті мән белгіленбейді. Егер де осы бағдарламалар бойынша бағдарламаны таңдап тестілеуді сәтті өткен жағдайда, онда сіздің нәтижеңіз прокторға жіберіледі. Проктор ешқандай құқық бұзушылық анықтамаған жағдайда сіздің жеке кабинетіңізге 1 жылға жарамды сертификат беріледі. Осы сертификаттың негізінде сіз әрі қарай конкурстарға қатыса аласыз. Конкурстық комиссия мүшелеріне келетін болсақ, конкурстық комиссия құрамы ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Кемінде 3 мүшеден тұру керек. Бірінші ол мемлекеттік органда конкурс жарияланған лауазымы бар мемлекеттік органның немесе құрылымдық бөлімшенің тікелей басшысы болу керек комиссия құрамында. Екінші кадр қызметінің өкілі болу керек. Және үшінші сыртқы комиссия, яғни бағалаушы. Бұл бағалаушы басқа мемлекеттік органдардан немесе ұйымдардан тартылуы мүмкін. Әрі қарай мен сіздерге конкурстың кезеңдері туралы айтып өтемін. Өздеріңізге белгілі болғандай, енді конкурстың кезеңдері де өзгеріп жатыр. Мысалы, басшылық лауазымды иелену үшін кандидаттар эссе жазу және бейне байланыс арқылы әңгімелесу кезеңдерінен өтеді. Ал басшылық емес, не болмаса төменгі лауазымдар үшін кандидаттар практикалық тапсырмаларды орындайды. Яғни осыған дейін өздеріңізге белгілі болғандай, кандидаттар лауазымға өтінім білдіргеннен кейін алдымен жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден, сосын сандық мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу бойынша тестілеуден, сосын әңгімелесу немесе практикалық тапсырмаларды орындайтын. Яғни өте көп кезеңдер болды. Ал қазіргі уақытта, мысалы, басшылық лауазымдарға тек қана эссе және әңгімелесу, ал басшылық емес және төменгі лауазымдарға тек қана практикалық тапсырмалар орындау кезеңі енгізілді. Яғни конкурстық рәсімдерді өткізу үшін бұрын 1 ай уақыт жұмсалатын болса, қазіргі уақытта шамамен 1 апта 7-10 күн уақыт қана жұмсалатын болады.
Енді хабарландыру туралы айтып өтейін. Хабарландыруды жарияланғаннан кейін e-қызмет.gov.kz порталында ол ең алдымен 2 күн бойы жарнамаланады. Яғни конкурс жарияланғаннан кейін 2 күн оған өтінім білдіруге болмайды. Ол жай порталда болады. Сосын әрі қарай тағы 2 күн беріледі. Осы 2 күн ішінде кандидаттар конкурсқа өтінім білдіре алады. Кандидаттардың өтінімдерін білдіріп жатқан кезде кадр қызметі өкілдері кандидаттардың өтінімдерін осы күндері параллельді негізде қарай береді. Мысалы, сіз бірінші күні өтінім бердіңіз, кадр қызметі оны құжаттар қабылдау мерзімі аяқталғанша дейін күтіп отырмай, сол күні де қарай береді. Сонымен қатар, сосын осы 2 күн аяқталғаннан кейін 3-ші күні кадр қызметі құжаттарды қарастыруды жалғастырады. Әрі қарай келесі күні кандидаттар келесі кезеңге қатыса алады. Кандидаттар басшылық лауазымға өтінім берген болса, онда олар эссе жазу кезеңіне өтеді. Эссе жазу кезеңіне жеке қасиеттерін бағалау нәтижесі бойынша ең жоғары балл жинаған 5 кандидат жіберіледі. Эссе жазуға барлығы 45 минут беріледі. 45 минут ішінде кандидаттар 250 сөзден аспайтын эссе жазу керек. Эссе жазу аяқталғаннан кейін оның нәтижесі прокторға жіберіледі және де конкурс комиссиясы мүшелеріне жіберіледі. Проктор мен конкурс комиссиясы мүшелері 1 күн ішінде параллельді негізде қарастырып бағалайтын болады. Бейне байланыс арқылы әңгімелесу кезеңі бұл мен айтып өткендей тек қана басшылық лауазымдар үшін өткізіледі. Кандидаттар эссе кезеңін сәтті аяқтаған жағдайда бейне байланыс арқылы әңгімелесу кезеңіне жіберіледі. Бұл әңгімелесу әрбір кандидатпен 15 минуттан аспайды. Әңгімелесу барысында кандидатқа көп дегенде 10 сұрақ қана қойылуы керек. Яғни 10 сұрақтан артық сұрақ қоюға болмайды. Және де сұрақтар бұрын кез келген сұрақ қоюға болатын болса, қазіргі уақытта тек қана осы лауазымның функционалдық бағыттарына сай, яғни бейіндік сипаттағы сұрақтар қойылуы мүмкін. Келесі кезең практикалық тапсырмаларды орындау. Бұл кезең мен айтып өткендей басшылық лауазымдар үшін өткізілмейді. Бұл кезең тек қана басшылық болып табылмайтын және төменгі лауазымдар үшін қарастырылған. Кандидаттар практикалық тапсырмаларды орындауға жіберілген кезде жүйе тек қана жеке қасиеттерін бағалау нәтижесі бойынша жоғары балл жинаған 5 кандидатты жібереді. Басшылық емес лауазымдарға орналасуға қатысатын кандидаттар 2 практикалық тапсырма орындайды. Біріншісі ол аналитикалық жазбалар дайындау, екіншісі функционалдық міндеттері шеңберінде мемлекеттік органдарға немесе ұйымдарға ресми сауалдар мен хаттар дайындау, немесе жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, яғни жауап дайындау. Толығырақ айтып өтетін болсам, мысалы, сізге белгілі бір азаматтың құрастырылған өтініші келуі мүмкін. Осы өтінішке сіз қоса берілген заңнамалық актілер негізінде оларды оқи отырып тиісті жауап әзірлеу керексіз. Не болмаса белгілі бір ұйымға немесе мемлекеттік органға ресми сауал, ресми хат мәтінін әзірлеу керексіз. Бұл тапсырмаларды орындау үшін сіздерге тиісті құжаттар, тиісті заңнамалық актілер қоса берілетін болады. Төменгі лауазымдарға қатысу үшін кандидаттар 2 тапсырма орындайды, бірақ бұл тапсырмалар жаңағы мен айтып өткен басшылық емес лауазымдарға арналған практикалық тапсырмалардан өзгеше. Яғни төменгі лауазымдарға орналасуға арналған тапсырмалар жаңағы ашықтықты, ойды анық, қисынды түрде білдіру қабілетін анықтауға, сондай-ақ жеке құзыреттер тұрғысынан жалпы сипаттағы сұраққа жазбаша түрде жауап дайындау бойынша жүзеге асырылады. Жалпы алғанда кандидаттар осы мемлекеттік органның немен айналысатынын, оның миссиясы қандай, спецификасы, яғни ерекшеліктері қандай екенін білсе, сол жеткілікті. Яғни төменгі лауазымдарға қойылатын талаптар әлде қайда жеңіл болып табылады. Практикалық тапсырмаларды орындауға бір күн ішінде 120 минут уақыт беріледі. Осы 120 минут ішінде кандидаттар практикалық тапсырмаларды аяқтау керек. Осы кезеңдерден сәтті өткен жағдайда кандидаттардың нәтижелері прокторларға және конкурс комиссиясы мүшелеріне жіберіледі. Әрі қарай конкурс комиссиясы мүшелері мен прокторлар бір уақыт ішінде
оларды бағалау керек, тексеру керек. Ары қарай жалпы конкурс қорытындылары енгізілген күні жүйе кандидаттардың балдарын автоматты түрде есептейді. Жеке қасиеттерді бағалау тестілеуінің және жалпы конкурс кезеңдерінің қорытындысы бойынша ең жоғары балл жинаған кандидат жеңімпаз болып табылады. Бірнеше кандидаттың балдары тең болған жағдайда жүйе еңбек өтілі көп кандидатты таңдайды. Еңбек өтілі тең болған жағдайда білім деңгейі қарастырылады. Егер де біліктілік талаптарында еңбек өтілі көзделмеген лауазымдар бойынша кандидаттардың балдары тең болса, онда еңбек өтілі ескерілмейді. Егер де сіз осы конкурстың нәтижесі бойынша жеңімпаз атансаңыз, онда сіз, егер де сіздің жұмыс берушіңіз, яғни басшыңыз, яғни еңбекпен өтеу отработка мерзімін қоймайтын болса, онда сіз жаңағы жеңімпаз атанған лауазымға келесі күннен, яғни келесі жұмыс күннен бастап кірісе аласыз. Яғни заң негізінде бұл мерзім әлде қайда қысқарды. Егер де сіз конкурс нәтижесі бойынша жеңімпаз атанбасаңыз және конкурс нәтижесіне шағымданғыңыз келсе, онда сіз біздің мемлекеттік қызмет істері агенттігіне не болмаса оның аумақтық департаменттеріне, яғни біздің департаментке шағымдана аласыз. Егер де осы іріктеу тәртібіне қатысты әлі де сұрақтарыңыз қалған болса, осы видеоның астына комментарий ретінде қалдыра аласыздар, не болмаса біздің департаментке Көкшетау қаласы Абай көшесі 87 3-ші қабат мекенжайы бойынша орналасқанбыз. Осы жерге келіп кеңес ала аласыз. Не болмаса біздің телефонымыз 51 81 32. Осы телефон арқылы жұмыс уақытында хабарласып кеңес ала аласыздар.